Армысыздар, Ербис телекомпаниясында жаңалықтар. Сіздермен Айтмұхамбет Айғожа бүгін хабарымызда. Нөсерлік желінің жобасы әзірленуде. Павлодарда 2 қабатты үйдің жертөлесін су басты. Наполняется этот и идет к нам в подъезд эта вода. Дом гниет прямо. Айына 850 мың теңге. Ковид госпитальдерінің санитарлары дәрігерлермен бірге індет жұқтыру қаупіне байланысты үстемақы алады. Сүңгуірлер суға батып кеткен 2 облыс тұрғынын таба алмауда. Алғашқы қоңырау. Бүгін салтанатты шеруге кім қатыса алатыны туралы айтылды. Ең тамаша жазғы науқандар қай жерде? Әрине, Канцелярская планета дүкенінде. 3 ай бойы тамаша велосипед иесі болар, немесе самокат ұтып алуда жолың болар. Ал жеңілдіктер, орасан зор жеңілдіктер. Сіздер тек қуанышты күлкі сыйласаңыз да жетер. Нақтырақ білу үшін бізге келіңіз. Балақайларды бірге алып келіңіз. Барлық науқандар туралы хабардар болу үшін не істеу керек? Біздің Instagram парақшасына жазылу керек. Әлемдегі ең тамаша жаз науқандары қай жерде? Әрине, Канцелярская планета дүкенінде. Жүргізушілерге киім сұнған Ламберти ерлер киім салоны. Павлодарды су басты. Синоптиктердің болжамы бойынша жауын-шашын тағы бірнеше күнге созылады. Адамдарға тек нөсерлік желілердің құрылысын күтуге тура келеді. Қаланың кейбір жерлерінде судың деңгейі жарты метрге дейін жетеді. Толығырақ алғашқы сюжетте. Жаңбыр жауса, Қамзин-Шөкин қиылысы көлге айналады. Жүргізушілер мәселе бірнеше жыл бойы шешілмей келе жатқандығын айтуда. Бүгін мұнда кезекті көлік тоқтап қалған. Ал бұл Назарбаев даңғылы мен Торайғыров көшелерінің қиылысы. Көліктерден бөлек адамдар жолды өте алмауда. Көп қабатты үйлерде зардап шегуде. Мәселен, Железнодорожный көшесіндегі нөмірі 5-ші үй су астында қалды. Чуть дождик пройдет, сразу вода. Кішкене жаңбыр жауса, судың барлығы жертөлеге жиналады. Кіреберісте құрақ жер жоқ, ол кәріз жүйесінде тұрып қалып, ары қарай кетпейді. Ескі баспанамыз шіріп жатыр. Зейнеткердің айтуынша, пәтерлердегі едендерді ауыстырудың қажеті жоқ. Себебі үй апатты деп танылған. Ауланың абаттандыру жұмыстарынан кейін ғимарат деңгейі асфальттан біршама төмен болып қалған. Қала әкімдігінде аталмыш мекенжайға су сорып шығаратын техника жіберетін мәлімдеді. Ал су жиналатын көшелер бойынша нақты шешім жоқ. Нөсер жүйесін орнату үшін республикалық бюджеттен қаражат қажет. Павлодар қаласында суағар жүйесін салу үшін республикалық бюджеттен қаражат тарту талап етіледі. Болған дайын жобасыз жасау мүмкін емес. Осыған байланысты Павлодар қаласының әкімдігімен суағар жүйесінің құрылысы бойынша техникалық тапсырманы дайындау жұмыстары жүргізілуде. Жұмысқа осы саладағы сарапшылар тартылды. Содан кейін 2021 жылы жобалық сметалық құжаттаманы дайындау бойынша жұмыстар басталатын болады. Құрылыс мақұлданған жағдайда нөсерлік желі ең алдымен Қамзин-Шөкин, Назарбаев Торайғыров және Сәтпаев Гагарин қиылысында пайда болады. Әзірге арнайы техниканың көмегімен су шығарылуда. Қала бойынша 8 көлік жұмылдырылды. Айтмұхамбет Айғожа, Дмитрий Моисеенко, Ербис телекомпаниясы. COVID-19 және вирустық инфекциямен күресуге жұмылдырылған медицина қызметкерлеріне қосымша үстемақы төлеу жалғасуда. Ең жоғарғысы 850 мың теңгені құрайды. Ол аса қауіпті аймақта еңбек етіп жатқандарға беріледі. Жалпы індет басталғалы аталмыш мақсатқа қордан 12 миллиард теңгеден астам қаржы бағытталған. Бұл туралы бизнес жаңалықтарында. Бизнес жаңалықтарының демеушісі Керемет Сантех, сантехника және жылыту жабдықтарының дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы. Мұндай ынталандыру төлемдері медицина қызметкерлеріне жалақыларынан бөлек ай сайын беріледі. Сомасы маманның 3 категорияның қайсына жататынына байланысты. Бірінші категория инфекциялық стационарлардың дәрігерлері, орта және кіші медицина қызметкерлері, және реанимация қызметкерлері. Олар ең төменгі жалақы 20 ең төменгі жалақы алады. Яғни 850 мың теңге дейін. Екінші категория ол жедел жәрдемнің дәрігерлері, фельдшерлері
және мобильдік бригадалардың қызметкерлері, олардың үстемақылары 10 ең төменгі жалақыға дейін, яғни 425 мың теңгеге дейін. Ал карантиндік госпитальдардың қызметкерлері, жедел жәрдем жүргізушілері, қабылдау бөлімдерінің персоналы 212.500 теңге көлемінде үстемақы алады. Бұл мақсатқа өткен жыл қордан 6,4 миллиард теңге бағытталса, биыл 5,9 миллиард төленген. Арнагүл Исабекова, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Қоғамдық тамақтандыру саласының белді сарапшысы өңірімізге келді. Республикалық қауымдастық төрағасының кеңесшісі Вероника Нұрпейісованың айтуынша, пандемия мейрамханалар мен өзге мекемелердің жұмысын күрт өзгерткен, кейбір ғимараттарын мүлдем басқа салаға жабдықтаған. Ситуация на самом деле... Қазіргі жағдай өте күрделі десек қателеспейміз. Пандемия кезінде, яғни 1,5 жылдың көлемінде тек 3 бағыт бойынша жұмыстар жүргізілді. Ол жеткізу қызметі, екіншісі асханалар және кофеханалар. Ал нарықтық құрылымның 60%-ын құрайтын мекемелерде орташа чек көлемі айтарлықтай төмендеген. Яғни, індетке дейінгі орташа төлем 12.000-15 мың теңге болса, қазір 3.000-3.5 мың теңге. Жығылғанға жалдау ақысы мен азық-түліктің қымбаттауы жұдырық болған. Бұл ретте сарапшы қымбатшылықтың сапаға әсер етпейтінін айтты. На качество еды Азық-түлік тауарлары бағаларының өсуі тамақ сапасына әсер етпейді. Тек тағам бағасының өсуіне әкеледі. Бүгінде Павлодар облысы сапалық тұрғыда өте жақсы деңгейде. Бүгінде қоғамдық тамақтану орындары ашық қосымшасы арқылы жұмыс жүргізуде. Ол арқылы түнгі 2-ге дейін келушілерді қабылдауға мүмкіндік бар. Әйткенмен бұл бағытты дөңгелете алмаған алақол кәсіпкерлерде жоқ емес. Бекбол Мырзахан, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Бизнес жаңалықтарының демеушісі керемет сантех, сантехника және жылыту жабдықтарының дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы. Назар аударыңыз, 21 шілдеден бастап 21 тамызға дейін керемет сантех, сантехника және жылыту жабдықтарының дүкенінде барлық тауарларға 10%-ға дейін жеңілдіктер. Қол жетімді бағалармен өнімдердің әр алуан түрлері, ванна бөлмесіне арналған ультрасәнді және стильді жиһаз, сенімді және заманауи араластырғыштар, үздік әлем өндірушілерінен унитаздар, ванналар және джакузи әртүрлі пішінде және өлшемде, заманауи душ кабиналардың ауқымды үлгілер қатары. Сонымен қатар, су жылытқыштар, жылыту радиаторлары, жылы еден жүйесі. Мұнда сіз заманауи электрлік және қатты отынды ұзақ жанатын қазандықтарды таба аласыз. Одан басқа керемет сантех дүкенінің сұрыпталымында монша пештері, түтіндіктер, мангал және тағы басқалары ұсынылған. Сіздерді келесі мекен жай бойынша күтеміз. Целковский көшесі 24, керемет сантех, сантехника және жылыту жабдықтарының дүкені. Ақсу қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде алақол шенеуніктер қызмет етуде. Бұған ішкі мемлекеттік аудит департаменті бөлімінде сенімді. Мамандар бұл ведомствода бюджеттік қаражаттан заңсыз 40 миллион теңге жұмсалғанын дәлелдеген. Аудитпен Ақсу қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі қызметкерлері жеке серіктестерге бюджеттік қаражатты ауаға төлегендері анықталды. Мүгедек балалар мен өмірлік қиын жағдайға тап болғандарға қызмет көрсету туралы жалған есептер жасаған. Бұл жұмыстарды ешкім жүргізбегенімен ақшаны алған, жалпы 40 миллион теңгеге жуық. На сегодняшний день Қазіргі таңда жеке серіктестермен заңсыз алынған бюджетті қаражатты мемлекет кірісіне қайтару жүргізілген 75%. Аудит материалдары жемқорлыққа қарсы Қазақстан Республикасы агенттігінің департаментіне жіберілді. Жазалау шарасы туралы спикер айтпады, алайда шенеуніктер оңай құтылмауы тиіс. Қазіргі таңда бюджетке соманың басым бөлігі қайтарылды. Айдмұхамбет Айғожа, Артем Боланов, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Павлодардың оңтүстік аймағы күзге дейін ыстық сусыз қалды. Жылу беруші алпауыттың кезекті гидравликалық сынақтардан кейінгі тізімі жаңартылды. Кейбір үйлерде тіпті қазанның біріне дейін қайнақ болмайды. Ал мониторингілік топтан қашқан қалыңдықтың бейнесі әлеуметтік желіде танымал болды. Бірге көрейік. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі жанұя жиһаз салоны. Бұл жиһаз өмір үшін жасалған. Тамыздың
19-і Павлодар Энерго ресми сайтында ыстық су өшірілген үйлердің тізімін жаңартты. Нәтижесінде қаланың оңтүстік бөлігі толықтай дерлік қайнақсыз қалған. Арасында тіпті жылу маусымына дейін күтуге тура келетіндері бар. Адамдар ашулы. Себебі шаһардың бұл бөлігі жаз бойы суды ыстып пайдалануға мәжбүр. Мына түрімізбен қыста жылусыз қалатын сияқтымыз ғой. Былтыр қыста шет жағасын көрдік. Көктемнен бері жөнделмейтін не деген повреждение бұл? Жарты жыл бойы жөнде алмай жатқан. Облыс тұрғыны өз әйелінің үстіне спирт қойып от қойған. Полицейлердің берген мәліметі бойынша ер адам мас күйінде болыпты. Жұбайымен арасында болған келіспеушілік салдарынан ол үйінен спирт алып шығып, келіншектің үстіне қойып жаққан. Ол жанып бастағанда есін жиып өртті сөндіруге кірісіпті. Қазір әйел ауруханада жатыр. Дәрігерлердің айтуынша жағдайы орташа ауыр. Күйеуі не деген қаты кезеді? Оны осы үшін жазалау керек. Құдайдан қайтқырай, Аллам жазаңды берсін оңбаған. Байғұс әйел тірідей бейнет көріп жатыр ғой. Өз тойының үстінен қашқан қалыңдық бір күннің ішінде танылып үлгерді. Мониторингілік топ келгенде қонақтармен бірге тұрмысқа шығып жатқан қызды ізін суытқан. Және осы сәті бейнеге түсіп қалыпты. Адамдардың мерекесін білдіріп, осының қажеті қанша? Автобустар мен трамвайларда адамдар бір-бірінің үстіне мініп жүреді. Соны неге көрмейді екен? Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі жанұя жиһаз салоны. Бұл жиһаз өмір үшін жасалған. Стильді және фирмалық жиһаз эстетика мен жайлылық кепілі. Нұркен көшесі 114 бөлшек бір мекен жайындағы жанұя салонында жұмсақ жиһаздардың әр алуан түрлері ұсынылған. Аврора фирмасынан дивандар мен креслолар сапа мен бағаның тамаша үйлесімі. Кез келген талғамға ерекше шешімдер. Ал корпустық жиһаздарды сіз Академик Сәтпаев көшесі 253 бөлшек бір мекен жайы бойынша таба аласыз. Жаңа оқу жылының басталуына бірнеше апта қалды. Алайда оқушылардың мектеп партасына отыруы екі талай. Барлығы жағдайға байланысты болмақ. Дегенмен, биыл өңірімізде 11237 бүлдіршін бірінші сыныпқа барады. Олар үшін алғашқы қоңырау салтанатты түрде соғылады. Білім беру мекемелері дәстүрлі оқуға дайындалуда, алайда бұл нақты емес. Эпидемиологиялық жағдайға байланысты барлық өзгеру мүмкін дейді білім басқармасындағылар. Ал мектепте балдырған енді аттайтын 11 мыңнан астам оқушыға 1 қыркүйек күні салтанатты шара ұйымдастырылады. Согласно информации Білім беру министрлігінің ақпаратына сәйкес 1 қыркүйек 1 сынып оқушыларына салтанатты түрде өтеді. Ал қалған сыныптарға сынып сағаттары ұйымдастырылады. Биылғы оқу жылына мектеп формасына да қатысты қатаң талап жоқ. Сондай-ақ білім басқармасы мамандарының айтуынша мектеп қызметкерлері толығымен дерлік вакцина алған. Олар білім ордасында тек ашық қосымшасы арқылы кіре алады. Бекбол Мырзахан, Арнагүл Исабекова, Александр Колесников, Ербес телекомпаниясы. Биылғы шомылу маусымында 25 адам суға кеткен. Бұл ретте өткен күндері Ертіс өзеніне батқан қос бірдей өңір тұрғыны әлі іздестірілуде. Оқыс оқиғалар Ақсу қаласында және Павлодарская ауылы маңында орын алған. Төтенше жағдай мамандары онлайн брифинг барысында осылай деп мәлімдеді. Сондай-ақ өрт қауіпсіздігі кезеңі де сөз етілді. Павлодар облысында суда қаза болғандар бойынша статистика әр демалыс сайын әсіресе ыстық күндері жаңартылып отырады екен. Төтенше жағдай департаменті мамандары хабарлағандай, арнайы жабдықталмаған жағажайларда немесе Ертіс өзенінің кез келген жерінде шомылу аса қауіпті. Себебі оның ағымын бағымдау қиын. Бүгінде суға кеткен 2 адам іздестірілуде. Қазіргі уақытта іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол 2 адамға қатысты. Ақсу қаласында бір азамат 2000 жылы туған. 6 күні, тамыздың 6 күні суға батып кетті деген хабарлама түскен. Және Павлодар ауданы, Павлодарская ауылының қасында шомылуға бейімделмеген жерде және тыйым салған жерде 1991 жылы туған азамат алдын ала деректер бойынша ішімдік ішіп спирттік суға батып кетті деген хабарлама түсіп, сол азаматты тоже іздеп жүр. Қазіргі уақытта іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шомылу маусымының аяқталуына 1 айға жуық уақыт қалды. Осы орайда төтеншеліктер халықты барынша абай болуға шақыруда. Бұл ретте өзге де мәселелер назардан тыс қалмады. Өрт қауіпсіздігі маусымындағы қадағалау және алдын алу жұмыстары айтылды. Шаруа қожалық болсын, жеке кәсіпкерлер болсын, жеке тұлғалар болсын, олар ең бастысы осы
техникаға жүретін адамдармен нұсқаулық жүргізу керек. Және өрт сөндіру құралдары және өрт сөндіргіштері болу керек. Міндетті түрде. Осы техникада ұшқын сөндіргіш болуы тиіс. Айта кетейін, соңғы уақыттағы статистика көп өзгерген жоқ. 2020 жылмен салыстырғанда бірнеше есеге аз. Бекбол Мырзахан, Ербес компаниясы. Бір ай өтсе де өзгеріс жоқ. Ербес көрермені екінші рет Торайғыров ескерткішіне назар аударуды сұрап отыр. Монумент тұрған жердегі фонтан суы ескіріп, тақтайлары түсіп қалған, ал мүсінді жуу керек дейді. Сонымен қатар павлодарлықтар коммуналшылардан қоқысқа толы ыдыстар мен лас аулалардың мәселесін шешуді сұрайды. Бейнелер біздің мобильді қосымшада, бірге көрейік. Айдар демеушісі Мой Павлодар мобильді қосымшасы. Қала тұрғындарының өмірі бір қолданбада. Просьба прокомментировать отдел ЖКХ, сколько сюда ушло денег на строительство и реконструкцию вот этой дороги, которая топила дачный микрорайон. Это вот только прошел 1-2 дождя, а уже здесь не проехать, не пройти. Для чего было так строить, как было, так есть. Тем более заасфальтировали, весь асфальт поднялся. Угол Онежская, Камзина. Сквер Камзина, памятник стоит. Вот храм рядом. Эта куча, наверное, уже не один день собиралась. Пожалуйста, уберите, кто отвечает за это. Вот памятник Торайгырову. Месяц назад Вырбис отправляла вам фото. Осыпом ныне там. Вода зеленеет. Вся плитка побитая. Отколота. Памятник весь загажен. Конечно, голубям не прикажешь. Но приклеить плитку и как-то смотреть, вот за этим все-таки нужно. Лермонтова 110. Вот такая вот у нас чистота. Мусорки полные. Каждый день пьют. Каждый день здесь у нас пьют по ночам. Нету освещения. У нас целый день горят фонари. Кто будет оплачивать это? Кто их вообще должен отключать? Айдар демеушісі Мой Павлодар мобильді қосымшасы. Қала тұрғындарының өмірі бір қолданбада. Павлодар қаласының барлық тұрғындары үшін енді көп функциялы қолданба қол жетімді. Ол арқылы кез келген адам қалалық қызметтерге шағым жолдап, өз қаласының түрленуіне ат салса алады. Немесе әкімнің қабылдауына жазылып, басқа да көптеген мүмкіндіктерге қол жеткізеді. Қолданбаны Google Play-ден және App Store-дан жүктей отыра, айту қолданбасын іске қосып, айту Apps салымының қоғам бөлімінен Менің Павлодарым қолданбасын таңдап, өзіңізге қажетті қызметті пайдалана аласыз. Менің Павлодарым. Қала бұрынғысынан жақын. Бүгін ұлы ғұлама Хакім Абайдың дүниеге келген күні. Осыған орай Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінде театрландырылған көрініс көрсетілді. Шарада Құнанбай мен Абайдың тәрбиелік мәні зор диалогы ұсынылды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Ұлы ағартушы, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбайұлының шығармашылығы тынбай дәріптелуде. Қазіргі індеттің өрші тұсында барлық талаптарды сақтай отыра өткізілген іс-шарада ақынның танымал өлеңдері шырқалып, тәрбиелік, танымдық мәні үлкен көрініс сомдалды. Сен жұрттың бәрімен күліп сөйлейсің. Жайықтақ су сияқтысың. Жайдақ суды итте құста жалайды. Кісілерге қасиет алмайды. Екінші, кім көрінгенге жақын боласың. Кісі танымайсың. Желбегей жүрген кісінің қасына елді бармайды. Ең біздің басты мақсатымыз отбасындағы тәрбие, баланың өмірге деген жаңағы алғашқы қадамда тұлға болу өсіндегі
әкенің рөлі, ананың рөлі. Соны анықтап көрсетіп, сол бір абай арқылы бүкіл қазақтың ұлттық тәрбиемізді көрсету. Осыны басты қолға алып отырмыз. Хәкім Абай өз шығармаларында өткір әлеуметтік саяси, философиялық және замандағы маңызды мәселелерді көтерген. Айта кетейін, бүгін Абай Құнанбайұлының дүниеге келгеніне 176 жыл толып отыр. Бұл ретте дара тұлғаның халқына қалдырған асыл мұрасы келешек ұрпақ бойына алдағы ғасырларда дарытыла бермек. Бекбол Мырзахан, Максим Носков, Ербес телекомпаниясы. Хоккей маусымы ресми түрде Нұр-Сұлтан қаласындағы президент кубогынан басталмақ. Биыл бас жүлде үшін 4 клуб таласады. Хабарымызды спорт жаңалықтары жалғастырады. Спорт жаңалықтарының демеушісі Эталон Меха, сәнді ішіктер дүкені. Керемет тон киген әйелдің әдемілігі айтарлықтай білінеді. Эталон Мехада 30%-ға дейін жеңілдіктер. Сіз армандаған тоныңыз сізді Батыр Молл сауда ойын-сауық орталығының 2-ші қабатында күтеді. Жақсысын таңдаңыз, себебі сіз оған лайықтысыз. Павлодарлық футбол түлегі Владимир Варменко Ресей чемпионатының 2-ші дивизионында топ жаруда. Знамя труда атты клуб соңғы матчта Мурмен тең түсті, есеп 2-2. Бұл уақытта елдің 2-ші лигасының кезекті айналымы басталды. Ақсу Павлодар жастары өз алаңында елордалық SD Family ұжымын қабылдады. Алғашқы таймда қос ұжым ересектер футболын көрсетті. Қонақтардың жолы болып, Дидар Садықбек есеп ашты. Екінші таймда шабуылдардың саны артты. Пенальтиді дәл сол Садықбек орындап есеп еселеді. Қақпашымыз соққыны тойтара алмады. Павлодар жастары есеп айырмасын қысқартуға тырысты. Оларға тіпті бапкерлер де көмектеспек болды. Алаң қожайындары шабуылдарын тоқтатпай дегендеріне жетті. Алайда елордалықтар да бос қарап тұрмаған. Үшінші допты қақпаға енгізіп, басымдылықтарын ұлғайтты. Павлодарлықтардан Диас Искаков және Нұрбол Ануарбеков көзге түсті. Қорытынды есеп 2-3. Қонақтар жеңісін тойлады. Футболдан Павлодар клубының шәкірттері республикалық жарыстан қола медальмен оралды. Нұр-Сұлтан қаласында өтіп жатқан жарыста ересектер де топ жаруда. Олар алтын медальге деген бас үміткерлер. Көбісі жұлдыз футбол орталығының аяқдопшыларын жаңадан құрылған команда деп санайды. Алайда ұжым ертіс тарихын жалғастырып келеді. Павлодарлықтар әрбір қарсыласты ұтуға тырысады. Бүгінде өрендер алтын медальге деген басты үміткерлер. Сначала и нам было сложно. Алдымен кішігірім қиыншылықтар болды. Қарсылас бізді павлодарлық команда деп менсінбеді. Өткен жылы ертіс болып осы құрамамен барған болатынбыз. Алтын медальдердің тағдыры соңғы 2 турда шешіледі. Жарыс Павлодар және Семей қалаларында өтпек. Алексей Сорокиннің шәкірттері соңғы кезеңге тыңғылықты дайындалуда. Өрендердің көбісі кәсіби деңгейде өнер көрсете алады. Мы ведем статистику по ребятам, мы им передаем. Біз өрендерді негізгі командамен бірге жаттықтырамыз, ағаларынан үлгі алу мақсатында. Олар өз кезегінде бас құрамада өнер көрсеткісі келеді. Жоғары міндет ұстанған жерлестерімізге ұпай сандарын жоғалтпау қажет. Басқа жағдайда алтын үшін күресуге қиын болады. Павлодардың жасөспірімдер құрамасы баскетболдан Қазақстан чемпионатының қола жүлдегерлері атанды. Команда 3-ші орынға Алматы қаласында ие болды. Онда 2008 жылғылар үздік атаққа таласқан еді. Владимир Васильевтің шәкірттері өз шеберліктері мен деңгейін көрсете алды. Топтық кезең барысында жерлестеріміз мықты қарсыластарынан басым түскен. Әрбір матч сайын қарқындарын төмендетпеуге тырысты. Сетка тяжелая была. Қарсыластарымыз мықты болды. Топтан шыға салысымен Қостанайға қарсы ойнадық. Жеңіске жетіп, жартылай финалда Атыраумен бақ сынастық. Қарсылас мықты, 4 ұпайға жеңіліп қалдық. Қола медаль үшін матчта павлодарлық баскетболшылар Түркістан облысын ұтты. Бұл ретте өрендеріміз 30 ұпайға басым түсті. Это, конечно, классно, но я думаю... Әрине, алтын алатын мүмкіндік болды. Атырауға қарсы матчта сәттілік жетіспеді. Алдағы уақытта жоғары баскетбол лигасы, яғни НБА-да ойнағым келеді. По итогам этого чемпионата у нас появилось... Чемпионат қорытындысы бойынша өрендер өз күшін Қазақстан құрамасында сынай алады. Бұл Алматы қаласындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты. Сонда жаттығу мүмкіндігі бар. Алдағы уақытта бұл өрендер ел намысын халықаралық жарыстарда қорғайтыны сөзсіз. 22 тамызда оңтүстік Астанаға жол жүреді. Сәйкесінше өз армандарына жақындайды.
Спорт жаңалықтарының демеушісі Эталон Меха сәнді ішіктер дүкені. Жақсысын таңдаңыз, себебі сіз оған лайықтысыз. Бүгінге осы барлық өзекті жаңалықтарды erbestv.kz сайтынан тамашалай аласыздар. Әлеуметтік желідегі парақшаларға да жазылуды ұмытпаңыздар. Аман сау болайық.